Алтыншы зертхана, үшінші тапсырма. Тапсырманың мақсаты телефонда орналасқан құжаттарға компьютер мен Wi-Fi арқылы қол жеткізу болып келеді. Айтып кеткендей, Wi-Fi арқылы болғандықтан бізде компьютеріміз Wi-Fi арқылы ғаламторға қосылыпты, және де телефонда Wi-Fi арқылы қосылыпты. Алдында айтып кеткендей, бізге құжаттарға қол жеткізу керек. Сондықтан телефонға компьютердің экранын фотоға түсіремін. Және де маған ыңғайлы болу үшін осы құжатты іздеуге мен құжаттың атын өзгертемін. Мысал ретінде тек қана сандармен белгілеймін. Жақсы деп сақтаймын. Келесі нұсқаулық бойынша біз Play Marketке өту керекпіз. Және де ES проводник дегенді тереміз. Бізге шығады бірнеше бағдарламалар. Біз оның ішінен ең біріншісін таңдаймыз. Менің жағдайымда орнатылыпты, сондықтан мен тек қана ашу деп басамын. Сіздердің жағдайларыңызда орнатылмаса, оны орнату деп басасыздар. Келесі беттен біз ең соңғысын таңдаймыз. Сет дегенге. Содан кейін доступ с ПК. Персональный компьютер дегенді басамыз. Алдын айтып кеткендей Wi-Fi-ді қосуға ұмытып кеттім, қосамын. Және де бізде қосылып отыр. Қосып болғаннан кейін пускты басамын. И бізге FTP және де белгілі бір сандар беріледі. Немесе адрес деуге болады. Келесі компьютерге көшеміз. Мой компьютерді ашамыз. Және де келесі жолға осы сандарды енгізу керекпіз. FTP-ді жазуға ұмытпаймыз. Келесі папканы көріп тұрсыздар. Бұл бізде телефонда орналасқан папка болып келеді. Ашамыз. Бұл бізде барлығы телефонда орналасқан папкалар болып келеді. Бізге керек келесі папкамыз. Ашамыз. Және де камера дегенді ашамыз. Біздің мақсатымыз 5.5 деген фотоны компьютерға ауыстыру болып келеді. Ауыстырдым. Және де аштым. Көріп тұрғаныңыздай, алдында телефонға түсірген фотомыз компьютерға көшті. Назарларыңызға рахмет. Сау, саламатта болыңыздар.